адамдар, шүбәсіз сендерге Раббыларыңнан насихат, көкіректегі дерттерге шипа, әрі мүминдер үшін тура жолмен рахым болған ислам мен Құран келді деп айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: көкірегінде Құраннан еш нәрсе болмаған адамның күйі ол қаңырап бос қалған үйдің күйіндей дейді. Яғни адам баласы Құран жаттап, Алланың осы Құран кәрімнен бір аяты болмасын жүрегіне енгізбесе, яғни сол сөзге сенбесе, ол қаңырап тұрған бос үй сияқты деген. Ал жүректе Құран болса, ол аз да болса да, ол жүректі нұрландырып, тірілтіп, көркейтеді. Өйткені Құран жүректі нұрландыратын Алланың сөзі. Керісінше ата-анаға қамқорлық етуге, оған біз жақсылық жасауға ұмтылып, өзіміз ыждахаттылық танытуымыз керек. Осы аятқа қатысты имам Мужахид былай дейді: егер ата-анаң сенің қасыңда қартайып, олардан қолайсыз, жағымсыз нәрсе көрсең де, оларға уф деп реніш білдірме. Керісінше олардың үлкен және кіші дәретін тазалап, қызметін атқар. Өйткені олар да сен кішкентай кезінде дәл солай сенің қамыңды жасап, тазалығыңа өздері қараған еді. Оларға ешбір түрде зиян тигізбе, көңілін қалдырма дейді. Жақсылықтың қайтарымы жақсылық болу керек қой. Сізге жақсылық жасаған адамға сіз қалай жақсылық жасай алмайсыз? Қонақ үйге кірген кезде дейді, соқыр болып кіру керек, шыққан кезде мұқы болып шығу керек дейді. Яғни сіз бардыңыз, қонақ қылды, оны ертең әңгіме қылып, бүйтпеді, сөйтпеді деу, ол қонақ болып барған кісіге ол амалдарды, онда әрекетке бару тым жараспайды. Бірде Хасан ибн Али пайғамбарымыздың немересі Қашарға мінген қандай жолда өтіп бара жатқан кезде бір топ фақыр міскіндердің құмның үстінде нанның ұзын-ұзын шашып, өздері соны жеп отырғандығын көреді. Сонда әлгі фақыр міскін отырған мұсылмандар Хасан ибн Алиді көріп, пайғамбардың немересі: "Я Хасан, келіңіз, біздің дастарханға бізбен бірге келіп қонақ болыңыз" дейді. Үйінде емес, көшеде отыр. Жай ғана бір әшейін жұпыны халде, бір нанды ортаға өздері үзіп-үзіп, соны жеп отырған күйде Хасан ибн Алиді шақырады. Сонда Хасан ибн Али тәкаппарлық танытпаста қашарынан түсіп, әлі кісілермен отырып, дастархандас болады. Сонда әлгі кісілердің дастарханынан дәм татқаннан кейін пайғамбарымыздың немересі: "Мен сендердің шақыруларыңды қабыл еттім, енді сендер де менің шақыруымды қабыл етіңдер" деп, өзі үйіне ол кісілерді көп қонақ қылып шақырып, оларға әзірлік жасап, қонақ қылып күтетіндігі риуаяттарда келген екен. Бір ғана жаңа жолда танысты, олармен дастархандас болды. Не істеді? Енді оларды қайта шақырып, өзінің үйіне қонақ қылғандар. Елге пайда тиіп тұратын болса, одан асқан қандай бақыт бар құрметті аға? Сізді керек қылып тұратын болса, сіздің жәрдеміңіз тиіп тұратын болса, сол үшін қазақ халқы айтқан екен, қарғы салма, алғыс ал деген. Өйткені сіз алғыс алатын болсаңыз, сіз жақсылық сөздер сізге айтылатын болса, сіздің болашағыңыз жарқын бола береді. Өйткені Алла Тағала сізді көріп тұр ғой, сізге риза болатын болса, болды, жолыңыз ашық бола береді.